Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте әдемі, ерекше қос мантының түйілу әдісімен бөлісетін боламын. Бұл жерде ешқандай бояғыш қосылмайды. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші күлгін түстегі қамырымызды илеп аламыз. Оған бізге осындай бір қызылша керек болады. Қызылша алдын ала пісірілмеген, осындай шикі тазалап жуылғаннан кейін осылай үккіштің ең ұсағынан осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Достар, осылай үккіштен өткізіп дайындап алдық. Енді осыны осылай бір ыдысымызға салып, үстінен су құямыз. Суымыз шамамен 200 мл болады. Видеоның төмен жағында описание бөліміне жазып қойдым барлығының көлемін. Осылай жақсылап араластырып, жаңағы сөлін шығарып алғаннан кейін, қызыл бояуын шығарып алғаннан кейін, енді осыны бір ыдысқа осылай сүземіз. Мінекей достар, суын бөлек осылай сүзіп алдық. Енді осының үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен құрғақ ұнымызды салып, қамыр илейміз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында описание бөлімінде керекті ингредиенттердің көлемі жазылған. Мінекей достар, осымен біздің күлгін қамырымыз дайын болды. Осылай қолымызбен біріктіріп, жақсылап тындырып қоямыз. Достар, енді екінші қамырымызды илейміз. Бұған ешқандай жаңағындай түсін өзгертпейміз. Жылы суымыздың үстіне жарты шай қасық тұзымызды және де құрғақ ұнымыздың үстіне жұмыртқаны салып, қолымызбен орташа көлемде қамыр илейміз. Өте жұмсақ, қатты болып кетпеу керек. Енді бұны тындыруға қоямыз. Қамырымыз тынғанша ішіндегі начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Мен ет, пияз, картошка, сәбіз қостым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Қара бұрыш, тұз қосып, керекті дәмдеуіштерді салып, ішіндегі начинкасын дайындап алдым. Осымен достар, біздің қамырымызда тынып дайын тұр екен. Енді бұны осылай бірнеше ұзыншақта бөліктерге бөліп, ұсақтап мантыны жасауға көшеміз. Мінекей достар, қолымызбен сықылап, дөңгелектеп жазуға ыңғайлы етіп аламыз. Екінші қамырымызды да тура солай бірдей көлемде тураймыз. Достар, енді мұқият қараңыздар, енді түйілу әдісін айтатын боламын. Мінекей жаңағы жазып дайындап алған қамырымызды осылай дөңгелектеп, оқтаудың көмегімен жазып аламыз. Екеуінің көлемі бірдей болу керек. Мінекей, енді қызыл қамырымыз үстінде тұруы үшін осылай бүктеп, мұқият қараңыздар, осылай астыңғы бөлігін алып тастаймыз. Енді ашып, сәл құрғағын сеуіп жесеңіздер, жабысып қалмайды. Мінекей, ең шеткі бөліктерін бір-біріне осылай біріктіреміз. Енді түйуге көшеміз. Жаңа қызыл қамыры бар жақты астына қаратып, ақ қамырды ішіне қалдырып, осылай мантымызды түйеміз. Бірге екеуінің де ұшы бір-біріне қосылуы керек. Мінекей достар, жаңағы кесілген жағы ашық тұр. Енді ішіне екінші начинкамызды салып, қос мантымызды осылай жасаймыз. Видеода барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей достар, өте әдемі болып шықты. Достар, осылай барлығын түйіп дайындап аламыз. Жасау жолы өте қарапайым. Егер мұндай бояғыш қоспайым, тек қана осы манты қылып түйем десеңіздер, осы түйілу әдісі арқылы түйсеңіздер өте әдемі болады. Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы түйілу әдісімен манты түйіп көріңіздер. Және де бұны вантоваркаға қойған кезде шамамен 40-50 минутта піседі.